Ассалаумағалейкум, құрметті халайық. Қош келдіңіздер. Энергия қалай? Энергия шықпай тұр залда. Қаттырақ. Ол зал просто ойланып қалды. Ойланып болды жаңағыдай. Не болып кетті да, не болып кетті. Неше мың адам мен қанша партнермен келем ойбай. Ал енді қараңыз. Құрметті халайық, құрметті әріптестер, құрметті азаматтар. Есім Ринат болады. Міне сет саласында бір сетте болдық, результат жасадық. 9 жыл банк саласында қызмет атқардық. Соңғы 7 айда тағы бір проектіде жұмыс жасадық. Міне бұл компанияға келгенімізге ровно 2 апта болды. 2 апта менеджер, міне 4 звездасы болуға бір 100 CV қалды ма? Қалды. Енді қараңыздар, ең бірінші компанияның ерекшелігі несімен ұнады? Ең бірінші компанияның продукциясының ерекшелігі ұнады. Екінші, компанияның маркетинг планы, беретін мүмкіншіліктері, 7 түрлі табыс. Үшінші, кез келген адам алдына қойған мақсатына жете алады. Қазір осы орда, осы залда отырған сіздердің көбісі ойлап тұр. Жете аламын ба, жете алмайын ба, жасай аламын ба, жасай алмайын ба? Кез келген адам, кез келген азамат бұл нәрсені жасай алады. Тек қана бірінші Алла тағалаға сен, екінші өзіңізге сенсеңіз, компанияға сенсеңіз, продукцияға сенсеңіз, маркетингке сенсеңіз, кез келген адам жасай алады. Жасауға болады, болмайды деген нәрсе емес. Сондықтан қазір осы залдан шыққан кезде, үйге бара жатқан кезде, каждыңыз өзіңізге бір мақсат қойыңыз. Мен бұл өмірге не үшін келдім? Не мақсатпен келдім? Бүгін өмірде жайдан жай ештеңе болмайды. Бүгін мына залға келіп отырғанның барлығы бір себебі бар. Сондықтан осы залдан шыққан кезде қандай шешіммен шығасыз, ол тек сізге байланысты болады. Сондықтан не үшін бұл дүниеге келдім? Не мақсатпен келдім? Не жасау керекпін? Не алу керекпін? Осы мынандай нәрсе ғой. Мысалы, барлық осы жерде отырған адамдарға, мысалы, сіздің өміріңіз бітуге 10 күн қалды деді. 10 күн деген бітті өміріңіз бітеді десе, 10 күн сіз қалай жұмыс жасайсыз? Біреуді ренжітесіз ба? Ренжітпейсіз. Біреуге жаман